Мен берген сайттардың тексттарын, суреттерін қалай өзгертеміз? Ең бірінші сіздерге менен 2 ссылка беріледі. Біріншісі, мына жердегі Figma бағдарламасындағы мына жердегі ссылка беріледі. Бұл программаны компьютерға көшіріп алудың қажеті жоқ. Осындай браузерде жұмыс жасай береміз. Екінші бізге керек бағдарлама ол Tilda бағдарламасы. Бұны да дайын браузерден пайдалана береміз. Ешқандай көшіріп алудың қажеті жоқ. Енді мына жерде қараңыздар. Мына жердегі каждый блокты қалай өзгертеміз? Мына бір блок, әр блокқа бетіп жақындасаңыздар, мына жерде настройки и редактировать блок деп шығады. Каждыйның шапкасында. Сіздерге қайсысын өзгерту керек? Сол жерге кіресіздер. Мысалы, мына жерде бірінші блок тұр, мына жерде екінші блок тұр. Екінші блокты өзгерту үшін редактировать блок дейміз. Мысалы, көп адамдарда офферлар кейде өзгеріп кетеді. Мына жерде қараймыз былай. Егер мынадай қараңыздар, мына жерде мен рабочий областьті рабочий зонам менде ашық тұр. Сіздерге мынау settings деген это настройки обязательно керек болады. Сосын мына жерде оң жақ шетте 3 нүктені басып layers деп айтамыз. Бұл бізде слойлар, линиялар. На каждый элементтің аты жазылып тұрады. Осы линия міндетті түрде слойлар бізге керек. Енді мына текст бізде, мен бұл жерде текст ретінде емес, бұл жерде SVF деп айтамыз, векторный файл ретінде келіп тұр. Міне, быстрый, стабильный, прибыльный бизнес-партнером МВ деген бұл бөлек блок. Мына жерде астындағы помогаю построить, устраняя скрытые страхи программы, процветание и богатство деген бұл басқа SVF файл. Осыны әрқайсысын көрдіңіздер, мына жерде қай блокты, қай жерде слойды белгілегендеріңіз көрініп тұр. Егер мына жердегі помогаю построить деген текстіміз бар ғой, жирныймен жазылып тұр. Бұл текстті қалай өзгертеміз? Ол үшін бізге қайтадан Figma бағдарламасына қайтып бару керек. Мына жерде Figma'да сіздің дизайныңыз жасалды. Мына жерде Гүлмира Тәтенің дизайны. Мынау Desktop 3 деген біздегі ең соңғы Tildaға көшірілген вариант. Бұл жерде міне помогаю, бұл жерде текст болып тұр. Қандай сөз енгізесіз, сол сөз жазылады. Осы жердегі текстті өзгертен помогаю построить просто бизнес деп мен сіздерге қазір түсінікті болу үшін өзгерте салайын. Помогаю построить бизнес және устраняя скрытые страхи программы процветания богатства деген екеуі қосылып бізде шығу керек. Өйткені помогаю деген О буквасы бар, С буквасы бар, солардың размерлері әртүрлі болып кетпес үшін бізге бірдей ғып алған дұрыс. Сондықтан мышканың белгілейміз помогаюда. Екінші шрифтті ұстап отырамыз клавиатурада. Устраняя скрытые страхи дегенді басамызда, мышканың оң жағын бассаңыздар, сіздерде осындай экран шығады. Бұл жерде group select дейді. Группировать деген сөз. Группировать етеміз. Міне бізде группа 27 деп тұр. Помогаю построить. Оң жақ шетте міне рабочий зона, оң жақ шеттегі дизайн біздің настройкамыз. Мына жердегі layers деп тұрған біздің слой. Мына дизайнның астына қарай түсе бересіздер. Мына жерде экспорт деп тұр. Бұл экспортировать, яғни сіздерді скачать етіп алу, көшіріп алу деген мағынаны береді. Тексті міндетті түрде SVG векторный размермен, вектор деп айтамыз, сондай форматта көшіреміз. Превьюді бассаңыздар, мына жердегі помогаю построить, не көшірейін деп жатырсыз, сол көрініп тұрады. Экспорт group 27 басамыз. Міне көшті экранымызға. Енді біз Tildaға қайтып барамыз. Міне мына жерде бізде Tilda'да осы текстіміз тұр. Дәл осы текстті енді біз ауыстырамыз. Оны ауыстыру үшін помогаю построить басасыздар. Мына жерде файлды, жаңағы көшіріп алған файлымызды осы жерге енгізу керек. Мына жерде қап-қара болып тұр, көрдіңіздер? Image, это сурет, фото деген сөз. Осы жерде загрузка файлды көшіреміз. Group жаңағы 27 болды. Мынау оранжевый кнопка до конца болғанша, міне қараңыздар. Загрузка дайын болды деген сөз. Ешқандай іс-әрекет жасамаймыз, пока қараймайынша.
помогаю построить бизнес деп уже текстіміз өзгеріп тұр. Ал бізде бұрын мынадай болған. Түсіндіңіздер ғой. Осылай ауыстырамыз. Каждый суретті де, мысалы, на суретті де фигмадан көшіріп аласыздар. Upload файлмен загрузка жасайсыздар. Каждый текстті үстіп көшіресіздер. Не үшін бұл текстлар тильдада жазылмады? Өйткені фигмада дизайнерлік шрифтлардың түрлері көп, ал тильдада 4-5 шрифт пайдаланаламыз. Сондықтан желательно фигмада дизайнерлік шрифтлерді жасап, сол жерден көшіріп алғанымыз жөн болады. Так, мына жерде почувствуйте себя. Нау астыңғы текст что-то дұрыс көрінбей тұр. Бетіп созып қоямыз. Так, бізде текст осылай өзгертеміз. Тағы да основной өзгертетін нәрселер, мысалы, суретті өзгерту. Мына жерде, мысалы, сурет бұл бізде вектор ғып мен көшіріп алып келдім. Мынау сыртқы линияны, эллипс 54 деген мынау талшынасы линия. Эллипс 53 деген мынау біздің суретіміз тұрған. Бұл жерге upload файл деп кез келген өзіңізде бар суретті қоя аласыз. Фоны жоқ суреттердің бәрі түседі әп-әдемі болып, кез келген қалаған суретіңіз осы жерге тұрады, үстіп қоя аласыздар. Так, дальше мына текстлардың бәрін жаңағыдай векторный ғып өзгертесіздер. Содан кейін мынау жерде компьютерный версиясы, мынау компьютердің экраны, мынау телефондікі. Біз осы телефонмен мына компьютерді ғана настроить етеміз. Мына жерде текстларды да бетіп басқан кезде тек қана ноутбуктың форматында өзгертесіздер. Мына жерге қайтқан кезде сол сіздерге көрініп тұрады. Солай, хочу сеанс деген бізде бұл жаңағы кнопка. Бұл кнопканы басқан кезде сіздерге WhatsAppқа, жаңағы вызовқа сондайға өтеді. Мына жерде хочу на сеанс деген текстті жаңа Гүлмира тәте мына жерде WhatsApp ссылкасын қойды бұл жерге. Мына оң жақ шетке төменге түссеңіздер, мына жерде ссылка қоятын жерлер болады. URL бұл ссылка қоятын жер. Осы жерге өзіңіздің қалаған чат болады ма, WhatsAppқа, Telegram чат болады ма, солардың ссылкасын алып кеп қоясыздар. Міндетті түрде сохранить деген кнопканы басып отырыңыздар. Өйткені рабочий зонаны жапқан кезде наның бәрі сақтамасаңыздар өшіп қалады. Бұл біздегі бір блок. Екінші блок тағы не өзгертуге болады? Бұл жерде тағы көбінде, мысалы, пожизненная бедность дегеннің, мысалы, текстін өзгертуіңіз мүмкін. Бұны өзгерту үшін бұл дайын блокпен жасалған. Мынау zero блок деп айтамыз, нулевой блок деп тұр. С нуля жасалатын блок. Мынау дайын шаблон текст в раскрывающихся карточек дейді. Мына жерде даже бұл блоктың, дайын блоктың номері жазылған. Так, настройка и контент. Настройкадан көбінде біз мына жерде тексттардың размерін, олардың талшынасын, жаңағы түсін, соларды жазамыз. Сондықтан бұл жердегі настройкаларды көп өзгертпегендеріңіз дұрыс болады. Мен қалай настроить етіп бердім, сол тұрсын. Основной өзгертетін нәрселеріңіз мынау контент деп тұрады. Мына жерде мысалы редактировать блок деп тұратын еді ғой. Дайын шаблондарда контент деп тұрады. Осы жерді басамыз контент. Мына жердегі текстті өзгерткілеріңіз келсе өзгертесіздер. Төмен қарай түсе береміз. Егер дәл осындай тағынадай осындай бір блок қосқыларыңыз келсе, мына жерде добавить элемент деп тағы бір готовый блок қосасыздар. Ол сохранить и закрыть дейсіздер. Мына жерге қосымша шығып тұр. Көрдіңіздер, егер бұндай определенно сіздерде блок тұр, бірақ осыны өшіріп тастау керек дейтін болсаңыздар, карточкаға барасыздар да удалить дейсіздер, өшіп қалады. Сохранить и закрыть. Так, мына блокта да бізде тексттар, бұл текстті уже көрсеттім, қалай өзгерту керек екенін. Мына жердегі видеоны көрсетейін енді. Бұл жердегі видеоны
Гүлмира тәте өзі ссылкамды қойып аламын, әзірге видео түсірген жоқпын деді. Мына экранды белгілейміз. Settings, бұл біздегі настройка. Settings-қа кірсеңіздер, мына жерде YouTube URL, бұл YouTube'тың коды, ссылка қойылатын жер. Төбеден шапкада тұрады ғой осы. YouTube'та дайын ссылканы қою үшін жай ғана кез келген YouTube'қа кіресіздер да, кез келген бір видеоны аласыздар, видео сіздерге бетіп ашылады ғой. Соның мына жердегі копировать ссылка, осы жердегі ссылкасын не қыласыздар, копировать етіп аласыздар, копировать деп, содан кейін барып мына жерге вставить етіп қоясыздар, болды. Осы жерден қойылады, и видеоларыңыз осылай шығады. Автоплей бүкіл настройкасын істеп қойған, бұл жерден ештеңенің өзгертудің қажеті жоқ. Және мына жердегі бірінші экранда тұратын суретті де өзгерту үшін upload file деп, cover image деп тұр ғой, мысалы осы жерге де upload file деп кез келген өзіңіздің жағдайында суреттеріңізді таңдап қоя салсаңыз, сол жерде шапка болып сақталып тұрады. Міндетті түрде сохранить и закрыть деп басамыз. Так, дальше кеттік. Отзывтар. Отзывты да тағы да қосымша отзыв қосқыңыз келсе, контент деген кнопканы басасыз. Мына жерге міндетті түрде загрузить файл қоятын видеоңызға міндетті түрде шапкасына, бірінші обложкасына сурет қою керек. Мына жерден бір суретті таңдайсыз өзіңіз қалған. Мынау загрузка до конца оранжевый кнопка мына жерге дейін барады. Бұл до конца барғаннан кейін загрузить изображение дейсіздер. Міне сіздің қойған суретіңіз шығып тұр. Осы жерден видео дегенді бассаңыз, мына жерде YouTube-тың ссылкасын қойылатын жер бар. Жаңағыдай YouTube-тың жаңа копировать ету керек қалай ссылкасын көрсеттім ғой, сондай қылып аласыздар да ссылканы қоясыздар. Одан кейін просто сохранить и закрыть дейсіздер. Мына жерде соңғы неде ол видео қосылып тұрады. Бұл осылай жұмыс жасайды. Так, келесі, мына жерде сіздерде тағыда квалификацияңызды көтердіңіз, сізге өзіңіздің сертификатыңызды тағыда қосымша осындай мықты маман екеніңізді көрсететін файл керек болады. Мына жерде мен бүкіл настройкасын жасап қойғам. Upload файл дейсіздерде, файлды осылай көшіріп қоя саласыздар. Болды. И save деп сақтаймыз, и close деп шығамыз. Болды. Мына жерде еще жаңағы WhatsApp-та жазасыздар ғой, хочу на сеанс деп тұр. Бұл жерде аты жөнін жазады, телефон номер енгізеді, хочу на сеанс. Бұл жерде WhatsApp-пен кез келген жерге барады, бірақ Гүлмира тәтеде WhatsApp-қа келетін қылып біз жасап қойдық. Мен жасап қойдым, ол кісінің өзінің талабы солай. Мына жерде еще лейбл, логотип жасаған кезде көбінде логотипке мен жаңағы Инстаграмға өтетін ссылканы қоямын. Міндетті түрде логотипті басқан кезде Гүлмира тәтенің Инстаграмына өтеді. Инстаграмның знагы бөлек тағы да тұр, тоже Инстаграмға өтеді. WhatsApp-ның знагы тағы тұр, WhatsApp-қа, чатқа өтеді. Мына телефонды мен код жазып қойғам. Осы настройка жасап қойдым. Прямой звонок звондайды. Прямой телефонға звондайды. Так, міндетті түрде save пен close деп басып отырамыз, және де компьютердің форматы, телефонның форматын тексереміз. Ішінде тұрған внутренний ақ тұр ғой, осы телефонның экранына көрініп тұратын жері, қалған жерлері телефонға көрінбейді. Сондықтан осы боковойнада линия түсіп тұр, содан сыртқа шығып кетпеу керек қойған тексттар, суреттер тағыда. Одан кейін енгізген өзгерістерді міндетті түрде публикация жасаймыз. Әйтпесе ссылкамен көрінбейді. Опубликовать деген кнопканы басасыздар. Бастапқы настроить етіп қойылған ссылка, осы ссылка, осыны ашып қарайсыздар. Осы жерде бәрі көрініп тұр. Сотовый форматы да осы жерден соткадан кірсеңіздер де болады, или осы браузерда да осылай қарауға болады, қаншалықты өзгеріс болғаны. Публикация жасамасаңыздар, өзгертілген жаңағы изменениялер, өзгертілген нәрселердің ешқайсысы көрінбейтін болады. Так,
мына екі кнопканы мен алып тастаған сияқтымын, қазір көреміз. Так, осымен болды. Мен жасаған сайттарды осылай текстыларын, суреттерін, тағы қандай материалдар салғыңыз келеді, соларды осы бар жерден өзгерте аласыз.